Сәлем достар, бүгін енді қатынас тақырыбына осы алдыңғы сабақта өтірген сілтемесін жоғарыда қалдырып кеттім. Сол тақырыпқа есептер шығарамыз. Сіздердің оқулықтарыңыздағы 7-ші есепті алдым мен. Яғни қарлығаштың ұшу жылдамдығы берілген 18 метр секунд, бүркіттің ұшу жылдамдығы 36 метр секунд. Бізге табу керек 3 тапсырма берілген. Бірінші тапсырмамыз біз табуымыз керек. Біз бүркіттің ұшу жылдамдығы қарлығаштың ұшу жылдамдығының қаншаға көп деген сұраққа жауап беруіміз керек. Қанша есе көп емес, қаншаға көп. Яғни қалай табамыз? Айырым арқылы табамыз. Бірінші тапсырма. Яғни 36-дан азайтамыз 18-ді. Тең болады 18 метр секунд. Яғни бүркіттің ұшу жылдамдығы қарлығаштың ұшу жылдамдығынан 18-ге көп. Сұраққа мән береміз. Қаншаға көп? 18-ге көп. Азайтамыз. 36-дан азайтамыз 18-ді 18-ге көп. Екінші тапсырма. Бүркіттің ұшу жылдамдығы қарлығаштың ұшу жылдамдығынан неше есе көп? Бұл жерде енді неше есе деген сөз бар. Есе деген сөз бар. Неше есе деген сөз болса, онда қатынас арқылы табамыз. Екінші есептің сұрақтың жауабы 36-ның 18-ге қатынасы. 2 есе көп дейміз. Яғни есе деген сөз болса қатынас арқылы табамыз. Жай ғана қаншаға көп десе айырым арқылы табамыз. Үшінші тапсырма қарлығаштың ұшу жылдамдығы бүркіттің ұшу жылдамдығының қанша бөлігіндей? Сұрақ қанша бөлігіндей деп сұрап тұр. Яғни не істейміз? Кері қатынас арқылы табамыз. Үшіншісі 18-дің 36-ға қатынасы, яғни қарлығаштың ұшу жылдамдығы. Бірінші сұрақ сөйлем басталып тұр. Қарлығаштың жылдамдығы. Онда алдыңғы мүшесі бізде 18 дегенді білдіреді. Қарлығаштың ұшу жылдамдығы бүркіттің ұшу жылдамдығының қандай бөлігіндей? Қысқартамыз. Нешеге қысқарады? 18-ге қысқарады. Солай ма? 2-ден 1 бөлігіндей. Яғни қарлығаштың ұшу жылдамдығы бүркіттің ұшу жылдамдығының 2-ден 1 бөлігіндей деген жауап болады. Балалар, келесі 15-ші есепті алдым. 15-ші есептің берілгені астына көрсетіп қойдым. Яғни Мирастың оқыған беттің саны 60-қа тең, оқымаған беттің саны 15-ке тең. Енді сұрақ, бірінші сұрақ сіздерге. Мирастың оқыған беті оқымаған беттен неше есе көп? Қалай табамыз? Есе деген сөз болды ма, қатынас арқылы табамыз. Яғни 60-тың 15-ге қатынасын табамыз. Қаншаға қысқартуға болады? 15-ге қысқартады, солай ма? Мына жерде 1, мына жерде 4. Сұрақтың жауабы 4 есе көп. Яғни оқыған беті оқымаған беттен 4 есе көп. Келесі екінші сұрақ. Оқымаған бет, Мирастың оқымаған беті оқыған бетінің қанша бөлігіндей? Қанша бөлігіндей десе, біз не істейміз? Қанша бөлігіндей десе, онда біз кіші сан ретінде, алдыңғы мүшесі ретінде аламыз кіші санды, ал үлкен санды біз аламыз соңғы мүшесі ретінде. Яғни 15-тің 60-қа қатынасын табамыз. Қысқартамыз 15-ге. Сұрақтың жауабы оқымаған бет оқылған беттің 4-ден 1 бөлігіндей. Сұраққа мән береміз. Қанша бөлігін құрайды десе, ондағы алдыңғы мүшесі кіші сан болады да, соңғы мүшесі үлкен сан болады. Ал есе көп, қанша есе көп десе, онда алдыңғы мүшесі үлкен сан болады, соңғы мүшесі кіші сан болады. Үшінші сұрақ.
сіздерге мирастың оқыған бетінің жалпы кітап бетіне қатынасы қанша дейді. Яғни оқылған бет 60, оқымаған бет 15, жалпы кітаптың беті бізде 75. Солай ғой, 60-ға қосамыз 15-ті, жалпы кітаптың беті бізде 75. Яғни оқылған беттің жалпы кітаптың бетіне қатынасы 60-тың 75-ке қатынасын. Енді бұл жерден 60 пен 70 нешеге қысқарады? Қысқартуға болады. Ортақ көбейтіндісі бөлінісі бізде 15-ке бөлінеді. Яғни мына жерде бізде 4 қалады, мына жерде 5 қалады. 5-тен 4, яғни 4-тің 5-ке қатынасында. Яғни оқыған беттің жалпы кітап бетіне қатынасы 4-тің 5-ке қатынасындай. Келесі 4-ші сұрақ. 4-ші сұрақ. Оқымаған беттің жалпы кітап бетіне қатынасы қандай? 15-тің 75-ке қатынасы. Яғни оқылмаған беттің жалпы кітап бетіне қатынасы тең болады. 15-ке қысқарады. Мына жерде бізге 5-ті береді. 5-тен 1. Яғни сұрақтың жауабы оқылмаған беттің жалпы кітаптың бетіне қатынасы 1-дің 5-ке қатынасындай. Есепке мен 23-ші есептеріңізді алдым сіздердің оқулықтарыңыздан. Яғни тік төртбұрыш берілген, тік төртбұрыштың периметр берілген 32 см, және ұзындығының еніне қатынасы берілген 5-тің 3-ке қатынасындай табу керек тік төртбұрыштың ауданы. Тік төртбұрыштың ауданының бірінші формуласын жасалайық, солай ма? Яғни ұзындығын біз А деп белгілесек, енін біз В деп белгілейтін болсақ, аудан қалай болады? Ені мен ұзындығының көбейтіндісі, солай ма? А көбейтілген Б бізде. Ал периметрдің формуласы қандай? Периметрдің формуласы 2 көбейтілген А қосылған Б. Солай ма? Енді теңдеу құрастырамыз. Қазір біз қатынас арқылы қалай теңдеу құрастырамыз, оны қалай табамыз, соны көрсетем. Периметр формуласын жазалып, осы формула арқылы біз ауданды табуымыз керекпіз. Яғни А мен Б-ны тауып алсақ, жеткілікті бізге. Так, бірінші қатынасқа назар аударайық. Яғни А-ның Б-ға қатынасы 5-тің 3-ке қатынасындай. Солай ғой? Яғни біз білмейміз, А қанша, Б қанша білмейміз. Енді қатынастан не шығады? Яғни А-ның Б-ға қатынасы 5-тің 3-ке қатынасындай дейді. Яғни ұзындығының еніне қатынасы 5-тің 3-ке қатынасындай. Яғни ұзындығымыз бізде А бізде 5х деп аламыз. Білмейміз толшы қанша екенін. Қатынас арқылы ғана алып тұрмыз. Ал В бізде тең 3 көбейтілген Х-қа деп белгілеп аламыз. Енді осы белгілеулерімізді қатынастан шығып тұр, 5х деп не үшін біз тектен-тек ала қойған жоқпыз. Ол қатынастан шығып тұр, 5-тің 3-ке қатынасындай. Яғни А-мыз бізде 5х-қа тең, белгісіз біз қандай бір санның көбейтіндісіне, ені 3 деген санның қандай да бір санға көбейтіндісіне тең екен білеміз. Болды, қатынас соны беріп тұр бізге. Так, енді А-мыз бізде 5х, В-мыз бізде 3х деп белгілеп алдық. Орындарына апарып қоямыз мына формулаға. Так, 2 көбейтілген 5х қосылған 3х тең болады периметр 32-ге. Енді екі жағын 2-ге бөлеміз, шашқан ішіндегі айнымаларды біріктіреміз. 5х қосылған 3х 8х береді. 2-ге бөлеміз, 32-ні 2-ге бөлеміз. Бізде қанша болады? 16 болады. Енді х табамыз. Х табу үшін 16-ны бөлеміз 8-ге, х тең болады 2-ге. Х деген белгісіз санымызды біз таптық 2-ге тең. Енді оны апарып орындарына қоямыз. А тең болады 5 көбейтілген 2 10-ға тең. В тең болады 3 көбейтілген 2 6-ға тең. Енді ауданның формуласы бойынша А-ны көбейтеміз, Б-ға 10-ды көбейтеміз. 6-ға 60 сантиметр квадрат. Жауабы тік төртбұрыштың ауданына қанша? 60 сантиметр квадрат. Келесі 24-ші есептеріңіз оқулықтарыңыздағы қиманың құрамындағы мыстың массасының қалайының массасына қатынасы 1/4-ке тең.
Мыстың массасы құймадағы 420 грамм, табу керек қалайының массасы. Қалай табамыз? Орындарына қоямыз. Мыстың массасы 420-ның масса қалайға қатынасы 1/4-ке тең. Енді теңдеуді шешеміз де белгісізді сол жаққа жібереміз, белгілерді оң жаққа. Масса қалай тең болады? 420 бөлінген 1/4-ке. Бұл жерде калькуляторсыз қолмен бөлейік. 420-ны бөлеміз 1/4-ке, бөлуді ұмытпаймыз. Не істейміз? Бірінші мына өтірді біз жылжытамыз, да? Төрттен кейін жерге қоямыз. Мына өтірді жылжытамыз. Түсіндірсіздер ғой. Осы жылжыған есебіне мына жерге тағы бір 0 тіркеледі. Сонда біз 4200-ді бөлуіміз керек 14 деген санға. Өтір уже жоқ, мына жаққа кетіп қалды өтір. 14 деген санға бөлеміз. Нешеден береміз? 3-тен береміз. 42 болады. Азайтамыз. 0 болады. Мына 2 0 мына жерге келіп түседі. Солай ғой мына жерге. 0 түсіреміз, 0 береміз, 0 болады. Мына 0 түседі. Оған тағы 0 береміз, 0 болады. 0 болады. Сонда бізде 300 деген сан шықты. Яғни масса, құймадағы қалайының массасы бізде 300 грамм дейді. Жауап 300 грамм. Ал қолмен бөлуді ұмытпаймыз балалар. Бағанда бөлуді ұмытпаймыз. Есеп, соңғы есебіміз қарастыратын 25-ші есепті алдым оқулықтарыңыздан. 3 қорапша берілген. Бірінші қорапшада 18 қарындаш бар. Сол қарындаштың 12-сі көк түсті. Екінші қорапта 12 қарындаш бар, оның 9-ы көк түсті. Үшінші қорапта 24 қарындаш бар, оның 20-сы көк түсті. Енді қарамай, кездейсоқ осы 3 қораптың бір қарындашты алғанда, мысалы, мынадан бір қарындаш аламын, қарамай, мынадан қарамай бір қарындаш аламын, мынадан үшінші қораптан қарамай бір қарындаш алған кезде, сол алып шыққан қарындашым көк түсті болуы мүмкіндігі көп. Қай қорапта көп мүмкіндік? Мына қораптан алғанда көк түс алынама мүмкіндік көп па? Мына қорапта мүмкіндік көп па? Көк түс шығуының. Үшінші қорапта көп па мүмкіндігі? Көк түс шығу мүмкіндігі көп па? Соны табуымыз керек біз. Қай қорапта көк түстің шығу мүмкіндігі көбірек? Соны табуымыз. Қалай табамыз? Яғни қатынастарын жазып аламыз. Қатынастарын сосын салыстырамыз. Бірінші қораптың қатынасы 12-нің 18-ге қатынасы. Яғни көк түстің жалпы қарындашының қатынасынан жазып аламыз. Оны қанша қысқартуға болады, қанша қысқартуға? 6-ға қысқарады. 3, 2. 3-тен 2 қатынасында екен. Екінші қораптың көк түстің жалпы қарындашының қатынасына. Ол бізде қанша болады? 3-ке қысқарады. 3, мына жерде 4. 3-тен 4-ке қатынасында екен. Келесі, үшінші қорапта көк түстің жалпы қарындашқа қатынасы. Қысқарады. Қанша қысқартамыз біз? 4-ке қысқартамыз. Солай ма? Мына жерде 5 қалады, мына жерде 6 қалады. 5-тің 6-ға қатынасы береді екен. Бөлек бір жазып алайық астына. 3-тің 2-ге қатынасы, 4-тің 3-ке қатынасы, 6-ның 5-ге қатынасы, да? Бірінші қорап, екінші қорап, үшінші қораптың қатынастары. Енді ортақ бөлімге келтірейік. Ортақ бөлімдері бұлардың 12. Солай ғой, мына жерде 4-тен береміз, мына жерде 3-тен береміз, мына жерде береміз біз 2-ден. Сонда не болады бізде? 12-ден 8, 12-ден 9, 12-ден 10. Салыстырамыз. Бөлшектерді қалай салыстыру керек екенін ұмытқан жоқсыздар ғой. Яғни бөлімі бірдей сандар болатын болса, бөлшектерді қалай салыстырамыз? Қайсысы үлкен деп? Алымына қарап салыстырамыз. Алымдарын қайсының алымы үлкен, сол бізде үлкен деген сөз. Яғни 12-ден 8-ден 12-ден 9 үлкен, 12-ден 9-дан 12-ден 10 үлкен. Яғни қайсының мүмкіндігі көп екен? Көк түс шығуының қай
қай қораптың мүмкіндігі көп екен? Үшінші қораптың мүмкіндігі көп екен. Мінекей балалар, қатынас тақырыбына біраз есептер шығардық. Оқулықтарыңыздағы ең осы күрделі есеп, осы есепке тоқталу керек, кішкене түсіндіріп шығару керек деген есептерді мен таңдап алдым. Осындай бір 5 есеп таңдап алдым оқулықтарыңыздан. Шығарып, ашып, түсіндіріп көрсеттім. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Егер тағы да басқа да, мысалы мен қарастырмай кеткен есептер түсініксіз болып жатырса, комментарий жазыңыздар. Мен міндетті түрде эфирге шығарамын ол есептерді түсіндіріп. Келесі жүздескенше сау саламатта болыңыздар.